Кітап өте қызық екен. Солай ма батырым? Бұл жақсы ғой. Сонда қандай қызықтар жазыпты? Бұрынғы заманда адамдар салық төлеген екен. Кітапта солай жазылыпты. Иә. Әке, сонда салық деген ол не үшін керек? Салық деген балам, ежелден келе жатқан ұғым. Әр елдің дамуында оның орны ерекше. Салықтан жиналған қаражатқа мектеп, балабақша, аурухана мен жолдар салынады. Ата-әжелердің алып отырған зейнетақы мен түрлі әлеуметтік төлемдер де осы ақшадан беріледі. Сондықтан салықты уақытында төлеп отырған жөн. Түсіндің бе балам? Сәлем, қалайсыңдар? Мама! Сәлем, балапаным. Қош келдің, жұмысың қалай? Жұмыста декларация тапсырыңдар деп жатыр. Бірінші рет болғандықтан ба, толтыра алмай, әбден басым батып кетті. Мүмкін сен көмектесерсің. Әрине. Кәне телефонды берші. Салық азамат қосымшасы арқылы оңай тапсыруға болады. Жалпыға бірдей декларациялау жүйесіне кірген жеке тұлға 250-ші декларация формасын бір рет қана тапсырады. Мұнда шетелдегі жылжымайтын мүлік және көлік, шетелдік банктердегі 1000 айлық есептік көрсеткіштен асатын қаржы есебі, шетелдік компаниялардағы қатысу үлесі, бағалы қағаздар және цифрлық активтер, тұрғын үй ғимараттары бойынша үлестік қатысу шарты, инвестициялық алтын, зияткерлік меншік және авторлық құқық объектілері, 10.000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі қолма-қол ақша есебі, құны 1000 аек-тен асатын басқа да мүлік. Сондай-ақ басқа тұлғалармен қарыз шарттар болса көрсету қажет. 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда жалпыға бірдей декларациялау жүйесі кезең-кезеңімен жүзеге асуда. Мақсаты көлеңкелі экономика мен жемқорлықтың деңгейін төмендету. Сондай-ақ әділетті салық салу жүйесін қамтамасыз етіп, салық төлеу мәдениетін қалыптастыру. Міне, небәрі 10 минуттың ішінде декларация тапсырып тастадық. Айттым ғой, қиын емес деп. Өз болашағың үшін декларация тапсыр.